Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерменен өзбек ұлтының тағамы машхурда сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңадан шыққан видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, қатты қызған уақытында үстіне жуамызды саламыз. Жуамызды жақсылап қызарғанша қуырамыз. Үстінен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді, картобымызды, томатымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Қалауыңызша тәтті бұрыш қосуыңызға болады. Үстінен 2 ас қасық салатымызды саламыз. Бұның өзі ерекше дәм береді. Үстіне суымызды құямыз. Машымызды саламыз, өйткені маш етпен бірдей піседі. Үстінен тұзымызды және дәмдеуіштерімізді салып, қайнағанын күтеміз. Етіміз бен машымыз піскеннен кейін үстінен күрішімізді саламыз. Тамағымыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.